Сәлем оқырман. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде Айсажан мен Мөлдір туралы әңгімелер ушығып тұр. Екеуінің Түркістанға келгені көпшіліктің назарын аударды. Біреулер бұл сапарды тойға дайындықпен байланыстырса, енді біреулер Мөлдір Айсажанның ата-анасымен танысуға келген болуы мүмкін деп топшылайды. Расында да, қыз баланың жігіттің туған жеріне келіп, үлкендермен танысуы маңызды қадам. Алайда пікірлер әртүрлі. Кейбіреулер екеуін қолдап, олардың жүректері бірге соғып тұрса болды, махаббат бәрін жеңеді дейді. Олар үшін бастысы, бірін-бірі шын жүректен сүйіп, сыйлай білу. Осындай жұптар ғана шын бақытты, ұзақ ғұмырлы отбасы құра алады деп сенеді. Бұл өмірге сеніммен қарап, махаббатты ең биік орынға қоятын адамдардың көзқарасы. Бірақ қарсы пікірлер де аз емес. Кейбіреулер Айсажанға сенбейді, оның мінезімен өткен өміріне күмәнмен қарайды. Мөлдір адасып жүрме деген ойлар айтылып жатыр. Біреу Мөлдірдің саған сенбеймін деп Айсажанды беттен сүйгенін еске алып, бұл жұптың болашағына күмән келтіреді. Тағы біреулер Айсажанды түрлі адам деп сипаттап, оның мінез құлқы мен әрекеттерін сынға алады. Наркушаға неге қызығып жүр деген ауыр сөздер де айтылды. Мұның бәрі сырт көздің пікірі. Шын мәнінде Айсажан мен Мөлдірдің өзара қандай қарым-қатынаста екенін тек екеуі ғана біледі. Бәлкім, олар бір-бірін шынымен жақсы көреді, бір-бірінің жанын түсінеді. Ал қоғам тек сырттан қарап бағалап отыр. Иә, халық әрқашан алаңдайды, әсіресе танымал адамдардың өміріне бейжай қарамайды. Бірақ ақырғы шешімді Мөлдір мен Айсажан ғана қабылдайды. Егер олар бір-біріне сеніп, бірге өмір сүруге дайын болса, тек алға. Бақыт әркімге бұйыра бермейді. Ең бастысы, өз таңдауыңа сеніп, соны қорғай білу.